Қайырлы күн, қадірменді көрермендер. Маркетстің YouTube арнасына қош келдіңіздер. Кезекті күнделікті брифингпен біз сіздерге қайта ораламыз. Менің есімім Алишер Утамбаев, және бүгін біз әлемдік нарықтарда болған жағдайларды түбегейлі талқылайтын боламыз. Бүгін әлемдік нарықтар бірден екі негізгі фактордың ықпалында болып жатқанын айта кету қажет. Біріншіден, инвесторлар таяу шығыстағы шиеленістің жаңа кезеңінің жалпы шиеленістің жаңа кезеңін бақылап жатқанын айта кету қажет. Екіншіден, нарық қатысушылары ақш федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысының хаттамасының жариялануын күтуде. Бұл құжат реттеушінің алдағы пайыздық мөлшерлемеге қатысты ұстанымынан жалпы нені күтетінімізді айта кететін болады. Дәл осы оқиғалар бүгін әлемдік қаржы нарықтарының негізгі бағытын анықтайтын драйверлер болып жатқанын айта кету қажет. Алдымен біз сіздермен бірге әдеттегідей жалпы есебімен айтқанда валюталық құжаттармен бастайтын боламыз, және валюталық құжаттар туралы айта кететін болсақ, енді бізге өте маңызды, өте қызықты бір тақырыптардың бірі, ол әрине де Америка құрама штаттарының долларының индексі. Америкалық валюта қорғаныс активіне деген сұраныстың артуы аясында нығайып жатқанын айта кету қажет. Америка құрама штаттарының жалпы таяу шығыстағы жасаған жаңа соққылары және Ормұз бұғазының маңайындағы шиеленістердің күшеюі туралы хабардан соң инвесторлар жалпы капиталдарын доллар мен ақш мемлекеттік облигациясына белсенді түрде орналастырып бастады. Сонымен қатар мұнай бағасының қымбаттауы инфляцияның қайта үдеуі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтіп жатыр. Бұл өз кезегінде федералдық резервтік жүйе жоғары пайыздық мөлшерлемені ұзақ уақыт сақтауы ықтимал деген күтулерді арттырып, долларға қосымша қолдау көрсетуде. Бүгінгі күннің жалпы басты оқиғасы ол ФРЖ-ның соңғы отырысының хаттамасының жариялануы. Және инвесторлар құжаттан инфляцияға қатысты бағалауды және пайыздық мөлшерлемелердің болашағына қатысты маңызды сигналдарды іздейтін болмақ. Енді асықпай валюта жұптарына көшетін болсақ, еуро доллар валюта жұбы дәл қазір қысым астында қалып отыр. Еуро аймақ экономикасындағы салыстырмалы тұрақтылыққа қарамастан қазіргі таңда басымдылық жалпы Америка құрама штаттары долларының тарапында екенін айта кету қажет. Доллардың қорғаныс активі ретіндегі сұранысы мен ФРЖ хаттамасының күтуі еуроның нығаюына кедергі келтіруде. Егер америкалық реттеушінің ұстанымы күткендердің қатаңырақ болатын болса, жұпқа қысым одан әрі күшеюі мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Және біз дәл қазір көріп отырғандай еуро доллар жұбы қысым астында, жаңа айтып өткендей, және геосаяси жағдайды аңғаратын болсақ, бұл қысым әрмен қарай сақталуы мүмкін деген ой пікірлер бізде күшейіп бастауда. Ұлыбританиялық фунт туралы айтатын болсақ, жалпы британдық фунтта сақтықпен саудаланып жатыр дәл қазір. Қазіргі уақытта фунтқа қолдау көрсететін ішкі факторлар аз болғандықтан, негізгі ықпал доллардың қозғалысына жалпы байланысты болып жатқанын айта кету қажет. ФРЖ хаттамасы жарияланғанға дейін инвесторлар ірі жалпы мәмілелер жасаудан тартынып, нарыққа сақтық көңіл күйді сақтауда. Сондықтан бұл жерде де қысым бар. Кем дегенде сол ФРЖ-ның хаттамасы шыққанға дейін қандай жағдай болатыны біз үшін беймәлім. Әрмен қарай енді жапониялық иенаға көшетін болсақ, жапониялық иена және Америка құрама штаттары доллар жұбы валюта нарығындағы ең қызықты құралдардың бірі болып қала беруде. Жалпы бұл жағдай өзгерген жоқ. Бір жағынан долларға деген сұраныс жұптың өсуіне қолдау көрсетуде, екінші жағынан геосаяси тәуекелдер күшейген кезде жапон иенасы дәстүрлі түрде қорғаныс валютасы ретінде сұранысқа ие болады. Сондықтан бүгінгі қозғалыс жалпы таяу шығыстан келетін жаңалықтарға және жалпы есіммен айтқанда ФРЖ хаттамасына байланысты болмақ. Бірақ енді айтарлықтай бір тұрақты деңгейде келе жатқанына қарамастан, менің ойымша енді америкалық доллардың күшейгені ерте ме кеш пе осы жалпы жапониялық иенаға да өз әсерін тигізетін болмақ. Әрмен қарай біз сіздермен талқылайтын жағдай ол әрине де Америка құрама штаттары доллары мен Канада доллары арасындағы болып жатқан жағдай. Канада доллары мұнай бағасының қымбаттауынан қолдау тауып жатыр дәл қазір. Канада әлемдегі ірі мұнай экспорттаушыларды елдерінің бірі болғандықтан, мұнайдың қымбаттауы әдетте ұлттық валютаның нығаюына ықпалын тигізеді. Алайда ақш доллары жалпы күшеюі бұл әсерді толықтай өтей алмай жатыр дәл қазір. Сондықтан Америка доллары мен канадалық доллар жұбы бір мезгілде екі факторға, яғни мұнай бағасына және ақш долларының күшеюіне тәуелді болып қала береді. Бір жағынан енді жапониялық иенаға да ұқсас жағдай деп айтуға
келеді десе де дәл сол жалпы геосаяси шиеленістер аяқталған сәтте бұл әрине де канадалық доллар үшін жаман жаңалықтар болып саналады деп айтуға да келеді. WTI маркалы мұнай туралы айтатын болсақ, бүгін инвесторлардың басты назары мұнай нарығына аударылғанын айта кету қажет. ақш-тың Ирандағы жалпы таяу шығыстағы жасаған жаңа соққыларына және Ормуз бұғасы маңайындағы коммерциялық кемелерге жасалған шабуылдар туралы хабарламалардан соң нарық қатысушылары әлемдік мұнай жеткізіліміне қауіп төнуі мүмкін деген бағаларды енгізе бастады. Бұған қоса жалпы таяу шығыс мұнайының экспортына қатысты шектеулер де күшеюі бағаның өсуіне ықпал етті. Сондықтан 2 күнде мұнай бағасы артықпай көтерілді. Бұл не үшін маңызды деп сұрасаңыздар, қадірменді көрермен, әлемдегі теңіз арқылы тасымалданатын мұнайдың шамамен 20%-ы біз білетіндей Ормуз бұғасы арқылы өтеді. Сондықтан бұл аймақтағы кез келген қауіп әлемдік жеткізулерге әсерін тигізіп, мұнай бағасын одан әрі өсуіне алып келуі мүмкін. Ал қымбат мұнай көптеген елдерде инфляциялық қысымды күшейтіп, орталық банктердің шешімдеріне тікелей ықпалын тигізеді. Сондықтан бұл жалпы болып жатқан геосаяси шиеленістер дәл осы орайда айта кету қажет. Өз ықпалын бүкіл жалпы орталық банктерге болсын, жалпы инфляциялық жағдайларға болсын, өз ықпалын тигізетіні сөзсіз анық. Сондықтан дәл осы көтеріңкі динамика сақтала береді деген ой пікірлер бізде бар. Міне шамасымен бүгін қателеспесем, шамасымен таңғы сағат 4-те осы 4-ке таман осы жаңалықтар жарияланғаннан кейін біз көріп отқандай мұнай бағасы күрт өсті және бұл өсім әрмен қарай сақталуы да мүмкін деген ой пікірлер бізде бар десе де, енді жағдай қалай болатынын көреміз. Келесі біз талқылайтын тақырып ол әрине де алтынмен болып жатқан жағдай. Әдетте жалпы геосаяси шиеленістің күшеюі алтынға деген сұранысты арттырады. Алайда қазіргі жағдайда нарықта 2 түрлі фактор болып жатыр. Bir жағынан таяу шығыстағы жағдай алтынды қорғаныс активі ретінде қолданатын анық. Екінші жағынан ақш долларының нығаюы және америкалық облигациялар кірістілігінің өсуі алтынның тартымдылығын төмендетіп жатыр дәл қазір. Сондықтан әзірге бағалы металл жалпы айқын бағытсыз саудаланып жатыр деп айтуға келеді. Бірақ енді жай ғана техникалық тұрғыда қарайтын болсақ, графиктер қазір көтеріңкі жалпы көңіл күйді көрсетіп жатыр және дәл осы көтеріңкі көңіл күй әрмен қарай сақталып та қалуы әбден ықтимал деген ой пікірлер бізде бар. Бүгін неге назар аудару керек десеңіздер, бүгін инвесторлар келесі оқиғаларды бақылап жатыр. Біріншіден ол әрине де ақш федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысының хаттамасы. Екіншіден ақштағы мұнай қоры бойынша апта сайынғы статистика. Үшіншіден таяу шығыстағы және Ормуз бұғасы маңайындағы жағдайға қатысты жаңа жаңалықтар. Дәл осы факторлар бүгін валюта нарығын, мұнай мен алтын бағасын әрі әлемдік қор нарықтарының қозғалысына деген өзінің негізгі ықпалын тигізуі мүмкін. Сондықтан әзірге мінекей жағдай осындай. Достар, назар аударғандарыңыз үшін мыңда бір рахмет. Егер Форекс нарығында болып жатқан жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің әлеуметтік желілеріне, яғни біздің YouTube арнамызға, Telegram парақшамызға, Instagram парақшаларымызға жазылып, YouTube арнасының хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңыз үшін тағы да бір рет рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.